Қайырлы күн. Мен Бурабай ауданы номер 8 мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Ахметжанова Ардақ Маратовна. Бұл 9 сыныпқа арналған қазақ тілі мен әдебиеті пәні. Сабақтың тақырыбы халықтың ұдайы өсуі. Сабақтың мақсаты әлеуметтік қоғамдық тақырыптар аясында айтылған сөздер мен термин сөздердің мағынасын түсіну. Орта көлемді прозалық, поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, көтерілген тұрмыстық әлеуметтік қоғамдық мәселені анықтап, өз пікірін білдіру. Халықтың ұдайы өсуі дегеніміз не? Қалай ойлайсыздар? Тыңдалым тапсырмасы, дескриптор, видеоны мұқият тыңдайды, негізгі тірек сөздерді анықтайды, сұрақтарға жауап береді. Жер бетінде 7 миллиард адам өмір сүреді. Және олардың саны қарқынды түрде өсуде. Туу деңгейі өлім жітім деңгейінен жоғары болса, халық саны артады. Ал халық санының қолжетімді ресурстардан асып түсіп, қоршаған ортаның тозуына әкелуі халық санының шектен тыс артуын туғызады. Бұл жағдай адамзаттың өмір сүруіне тікелей қауіп төндіреді. Халық санының өсуі басқа түрлерге де қауіп төндіреді. 200 жыл бұрын ғана дүние жүзіндегі адам саны 1 миллиард болған. Егіншіліктің дамуымен бірге адам саны да қарқынды өсті. 1927 жылдары дүние жүзінде 2 миллиард адам болған, ал қазір 7 миллиард. Біздің қатарымызға әр секунд сайын 2 адам қосылады. Медицина, егіншілік, санитария және басқа да факторлардың арқасында халық ұзағырақ өмір сүреді. Ал 2050 жылға қарай біздің санымыз 9 миллиард адамға жетеді. Алайда халық саны артқанымен, судың мөлшері көбеймейді. Қазірдің өзінде миллиардтан астам адам таза ауыз суға зәру. Ал 2030 жылға қарай өмір сүру үшін қазіргіден 50%-ға артық су мөлшері қажет. 2050 жылға қарай қазіргімен салыстырғанда азық-түлікті 70%-ға көбірек қажет етеміз. Алайда егіншілік мақсатындағы жер көлемі азайды. Егер халық саны өссе, құрылысқа, карьер қазуға, қалдықтарды көмуге арналған жерге деген қажеттілік артады. Бұл ластануға алып келеді. Жануарлар мен өсімдіктердің тіршілік ортасы тарылады. Кедей халық қауіпті аймақтарда тұруға мәжбүр болады. Халық санының көбеюі дамушы елдерде көп байқалады. Бірақ дамыған елдерге қарағанда, олардың жан басына шаққанда пайдаланатын ресурстары әлдеқайда аз. Егер бәріміз Үндістандағыдай орташа өмір сүрсек, жер беті 15 миллиард адамды асырай алар еді. Ал егер әр адам ақштағыдай өмір сүретін болса, жер беті тек 1,5 миллиардтай адамды асырай алады. Ғаламдық халық дағдарысынан құтылу үшін қолымыздан келетін 2-ақ іс бар. Ресурстарды сақтап қалу үшін оларды тиімді пайдаланып, халық санының көбеюін бақылауымыз қажет. Қытайдағы әр отбасына бір бала саясаты халық санының көбеюін кәдімгідей шектеді. Сауаттылық пен контрацепцияда бүкіл дүние жүзі бойынша туу деңгейінің төмендеуіне шешуші рөл атқаралады. Яғни халық санының өсуін ғаламдық экологиялық тепе-теңдіктің бұзылуына жеткізбей тұрақтандыра аламыз. Сұрақтарға жазбаша жауап бер. Қоғамдық өндіріс пен халық арасында байланыс бар ма? Халық санының артуы өндіріс орындарына қаншалықты пайда әкеледі? Попс формуласын қолданып, видеодегі ақпарат бойынша өз пікіріңді дәлелде.
Дамыған елдерде халық санының кему мәселелерін шешу жолдарын қарастырыңыздар. Бағалау критериялары. Дамыған елдерде халық санының кему мәселелерін шешу жолдарын қарастыра алады. Дескриптор. Дамыған елдерде халық санының кему мәселелерін шешу жолдарын қарастырды. Рефлексия. Алақан әдісі арқылы. Үйге тапсырма. Халық санының артуы өндіріс орындарына қаншалықты пайда әкеледі? Тақырыбына 30-40 сөзден тұратын эссе жазу. Назарларыңызға рахмет. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.